Сәлем достар, бүгін Джейсон Джордж ұсынған «Түнде» атты поляк ғылыми-фантастикалық романы негізінде жасалған пост-апокалиптикалық ғылыми-фантастикалық серияның 2015 жылғы 1 маусымы туралы айтатын боламын. Брюссель әуежайында Мәскеу дайындап жатқан рейс үшін акция басталады. Әрбір жолаушының өмірінде қиындықтар болады. Жақын адамын жоғалту, жұмыста қиыншылық көру, жақындармен қоштасу және біреуі жай ғана ұшуды ұнатпайды. Бір ер адам өзін ашулы күйінде ұстайды. Әуежайда теледидарда эфир кезінде есін жоғалтқан адамдарды көрсете бастайды. Содан кейін ер адам күзетшіден қаруды тартып алып ұшаққа басып кіреді. Ол ұшқыштан дереу ұшып кетуді талап етеді. Өйткені таң атқанда олардың барлығын өледі. Ұшқыш бас тартады. Ол лаңкес оның оң қолын атып байланысын бұзады. Жарақаттанған ұшқыш кабинада бір өзі ғана, екіншісі жай ғана ұшаққа отырып үлгермеді. Террорист көлік жүргізе алатын адамды іздеп жатыр. Ұшақты басқара алатын қыз жауап береді. Ұшқыш рұқсат сұрайды, бірақ диспетчер жауап бермейді. Ер адам батысқа ұшуды талап етеді. Біраз уақыттан кейін ол күн сәулесінің қазір өлімге әкелетінін түсіндіреді. Ол НАТО офицері Теренцо Гава. Қыздың есімі Сильви, ал ұшқыштың аты Матео. Жолаушылар интернеттің жоқтығын байқап, әлемде не болып жатқанына таң қалады. Теренцо Гава штаб-пәтерде күндізгі жарық барлық тірі жанды өлтіретін естігенін айтады. Сильвидің жанында медбике Лаура отырған. Ол оған Матеоға көмектесуін сұрайды. Ұшқыш құпияны сақтауды және жолаушыларды қорқытпауды талап етеді. Мәскеуге ұлына отау жасау үшін ұшқан әйелдің жүйкесі жұқара бастайды. Ол ұшақты бұрынғы бағытына қайтаруды талап етеді. Басталған жанжалды Матеоның айқайы тоқтатты. Оның жарақатын Лаура күйдіруге мәжбүр болды. Аласапыран жағдайды пайдаланып, жолаушы Аяс Таренцияның қолынан қару-жарағын тартып алып, әжетханаға қамап тастайды. Ұшқыш жақын жердегі әуежайға қонатынын хабарлайды. Лаңкестер қолға түсіп, олар тыныш үйіне ұшатынын айтады. Бірақ Аяс күн туралы әңгімені естіді және уайымдап тұр. Егер бұл рас болса ше. Бірақ ұшқыштың кешірім сұрағанына сеніп тұр. Әуежаймен байланысуға тырысады. Бірақ байланыс жоқ. Жолаушылардың бірі ауырып қалады. Бірақ арабша сөйлегендіктен оны ешкім түсіне алмайды. Олар ұшу-қону жолағында жанып жатқан ұшақтарды көреді. Майор шындықты айтқан сияқты. Тарент босатылып, олар ағымдағы жағдайды талқылай бастайды. Тезірек альтернативті аэродром табу керек, өйткені жанармай жақынырақ қалды. Базадағы аэродром Шотландияға жүгірді. Бір жас жігіт ауырсынып, еденде гауһар тасты жұтып қойғанын мойындады. Осы кезде жанармай таусылып, ұшқыштар ұшақты керемет түрде ол жаққа қондырады. Стюардессаның өтінішіне қарамастан адамдар салоннан шығып кетуге асығады. Содан кейін интернет іске қосылады. Итальяндық шындықты айтқан 3 әскери қызметкері бар адам ұшақтың жанына келеді. Жолаушылар өздерінің жақындарына жетуге тырысады, бірақ олар үмітсіз. Әскерилер осы ұшақпен ұшпақшы. Олардың бірі механик, екіншісі Джон ұшқыш және үшіншісі навигация шебері Фредди. Таң атқанша 45 минут қалды. Батысқа ұшуымыз керек. Әскерилер ұшаққа жанармай құюға көмектесіп жатқанда, жолаушылар қажет болуы мүмкін нәрсені іздеу үшін ғимараттарды тарауға асығады. Қайтыс болған жігітті багаж бөліміне жатқызады. Ал қыз жолаушыларды тыныштандыруға тырысады. Сильвидің орнына Джон отырады. Якуб әйелі үшін қатты алаңдайды және Сильви жігітті Анридің қайтыс болғанын, өз-өзіне қол жұмсауды шешкенін мойындайды. Бірақ қазір ол соңына дейін күресу керектігін түсінді. Сильви Якубқа байланысты түзетуін сұрайды. Себебі ол бұл істе шебер. Бірақ адам зиянын тексергеннен кейін көңіл көншітетін қорытындыға келеді. Теренцо дәл тигізген. Бірақ кенеттен интернет қосылады. Адамдар жақындарының қоштасу сөздері бар хабарламаларды алады. Қор түннен жоғары иондаушы гамма сәулеленуінің бөлінуі болды. Оның магнит өрісі 11 жылда бір рет айналады деген гипотезаға келеді. Ешкім не істерін, мұның барлығы қашан тоқтайтынын ешкім білмейді. Аяс Сильвияға ұшаққа қосылған 3 әскери британдық кісі өлтіргендері және қиянат жасағандар үшін сотталғанын айтады. Бірақ бұл жағдайға не істеу керек екені белгісіз. Бұл жерде ең кәрі жолаушының жүйкесі жұқарды. Ол есіктерді ашпақшы болады, бірақ Фредди қатты итеріп жібереді. Ол адам өліп жатыр. Адамдар ашулы, бірақ әскери адам оларға мылтық сілтейді. Жігіттер жігітті қарудан бас тартуға көндірді. Сильви Матеоның жарақатын таңып отырып, үшбірліктің қылмыстары туралы айтады. Оларды негізге қою таңқаларлық емес, олардан құтылу керек. Ұшақ Канадаға қонды. Матео коммуникацияларды жөндеуге арналған бөлікті іздеу үшін қалаға сарбаздарды жібереді. Олар Якуб пен стюардесса Габриэльді алып жүруді талап етеді. Қалғандарға әскерилердің жағдайын түсіндіріп, барлығын тез арада кетуге дайын болуды сұрайды. Аяс марқұмды жерлеуді шешеді. Марқұмның барлық бұрышы ол микротолқынды пешке күйгендей болады. Сарбаздар Якуб пен Габриэль электроника қоймасына келеді. Якуб әскерлерді артқы бөлмеге жауып, көлікке қарай жүгіреді. Әскери адамдар үштігі келіп, оны қууға асығады. Габриэль жалғыз қалып қойды. Якуб көлікпен ұшаққа дейін барады. Ұшақ ауаға көтерілуде. Сарбаздар көлікті қуып, ісімен оқ жаудыруда. Екі оқпен сынған иллюминаторды байқайды. Матео Якубты тыныштауға тырысады. Якуб Габриэльді өзі тыңдамады. Теренцо Матеодан бір жақты шешім қабылдауды тоқтатуды талап етеді. Осы сәтте басқалары капитанды қорғап жатқанда, ол кезде Хорст басқа ұшақтан сигнал алады. Ұшқыш Гавайидегі қауіпсіз баспана туралы айтады. Ол ғарышкерлерді оқытатын су
астындағы станция. Онда 100 адамға орын табылады. Оттегі және тамақ бар. Сильви таңдау дұрыстығына күмәнданады, себебі ол жер экваторға жақын және бұл қауіпті. Матио қобалжуда. Ұшақ кез келген сәтте сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Рикта борттағы демократия шақыруларына қосылады. Ол да бір адамның шешіміне қарсы. Қызу пікірталас кезінде электроникада ақау пайда болады, бірақ дабыл жалған көтерілу болып шықты. Сарбаздардың бірі шассиге тығылып, оның биіктікке содан кейін қоянға көшіп бара жатқанын хабарлады деп күдіктенеді. Салонда қайтадан қақтығыс басталады, себебі зақымдалған терезе кері шақыруға шыдамауы мүмкін. Торренцо жиналғандардың ешкімге бағынғысы келмейді. Содан кейін Лаура терезенің шыдамайтынын байқады. Адамдар бетперделерін киді. Матио ұшақты тұрақтандыруға тырысып, төмен түсіп кетті. Айс Доминикке басқа маска жасады, ал балық қалыпты тыныс ала бастады. Қауіп сейілген жоқ. Егер солдат сөреде болса, ол ұшақты істен шығарады. Шассиге ену үшін желеткіш керек, бірақ Торренцо қайтадан көтеріледі, ал оны Матиоге бергісі келмейді. Ұшқыш ымыраға келеді, олар басқалардың пікірін сұрайды. Нәтижесінде Аяз, Торренцо, Якуб шассиге шығады. Матио Сильвиге Торренцодан қалай құтылу туралы ойлану ұсынылады. Атту аралдарының аралға жаңа бағыт ашады. Онда кедендік әуежай жабық, тек төтенше жағдайларға ғана пайдаланылады. Сара Лаураға ұлының ауырып жатқанын, көп дәрі қалмағанын айтады. Әйел Доминик өзін жақсы сезіну үшін ұшақты одан төмен түсіруді сұрайды. Ерлер шассиге еніп, Аяз Торренцоны құтқарып солдатты өлтіреді. Ер адам батыр деп ешкім қабылдамайды. Осман Аяз бриллиант алу үшін марқұм жігіттің денесін кесіп тастағанын айтты. Түріктер изумруд тастарын көрсетеді. Марқұмға контрабанда үшін ақша төленгенін айтады. Бірақ кейін ол тастарды қате орап, оның өліміне себеп болды. Аляска өзеніне қонғаннан кейін авионикалық дәріханада Аяз жолаушылары кінәлі деп танылып, қолдарына кісен салынды. Бұл тағы да қақтығыс тудырады. Мотив енді күн сәулесінен батысқа қарай ұшу керек екенін мойындайды. Рик Аязды тастап кетуін сұрайды. Матио онымен келіспейді. Торренцо Брюссельде НАТО баспанасының бар екенін естігенін айтады. Аяз күшті адам, ол қауіп төнген жағдайда қажет болатынын айтады. Жолаушылар мұны естуге мәжбүр. Хорст күн радиациясының ДНК-ны өзгерту арқылы жаңа тағамдарды жарамсыз етті деп санайды. Матио Брюссельде қалған стюардессамен қарым-қатынаста болғанын айтады. Олардың баласы болу керек еді. Осман Рикпен сөйлесуден бас тартады. Олар өткен өмірлер туралы айта бастайды. Адамдар үйге оралуын ойындай бастады. Сильви қайтыс болған досын еске алады. Ол да тамақтың дәмін сезуді тоқтатқанын есіне алады. Матияның жүйкесі жоғарып, оны кабинадан алып кетеді. Ұшқыш ыстыққа шағымданады. Сол кезде адамдар радионың орысша хабарын естиді. Зара Аяз бұның бәрін неге жасады деп ойлайды. Аяз Түркиядағы отаныма қайтарғысы келді, себебі бұл елдің меншігі. Тара түсірілген сигналды аударады. Ол НКС-тен келеді. Бұл жаңа сұрақтар тудырады. Ғарышкер неге тірі? Осы уақытта Гавайидегі баспана туралы мақаланы табады. Баспана лайық емес еді, сондықтан олар қашып кетті. Сонда ұшып кетпеді. Адамдар мотивті іздеп, оны ес-түссіз тауып алады. Лаура оның жарасы іріңді. Ол сепсис тудыруы мүмкін. Қолда ампутациялау керек деген қорытындыға келеді. Бірақ операциясыз және дәрі-дәрмексіз мұны қалай жасауға болады? Оның бәрі Брюссельде. Бірақ ұшақты кім қондырады? Сильвиге Торренцо видео онлайн нұсқауларын көруді ұсынады. Торренцо Рикке оның НАТО орталығын іздеуге еріп жүруін сұрайды. Бейне нұсқауларға сәйкес қондырады, бірақ қозғалтқыш тоқтап қалады. Ұшақ жанармай таусылғандай біртүрлі әрекет етеді. Қыз қонуды жалғастырады, және ол сәтті болды. Күннің шығуына 2,5 сағат қалды. Олардың істері Матияға ота жасау, азық-түлік, дәрі-дәрмек жинауы көп. Хорс радиация отынды жарамсыз етіп жіберді деп есептейді. Халық алдында жанармай мәселесі туындайды. Якуб пен Осман күн тимеген отын іздеуге шығады. Зорро мен Хорст пен Лаура Матияны ес-түссіз ауруханаға жеткізеді. Инес әлі күнге дейін консервіленген тағам іздеп жүр. Лаура мен Хорст операция үстелін босатып жатыр. Зара барлық дәрі-дәрмектерді жинайды, ал Доминик су іздеуге кетеді. Аяз бен Рик итальяндық күн туралы әңгіменің үзінділерін естіген конференциялға келеді. Бірақ адамдар ешқашан белгіні көрмейді. Сол мезетте Рик камераны байқап, жазба қалу мүмкін деп есептейді. Якуб пен Осман зақымдалған жанармайға барып, оны ұшаққа апарады. Лаура жұқтырған тіндерді сәтті кесіп тастады. Доминик апаттан аман қалған жануарларды тапты. Торренцо мен Аяз баспана туралы қолжетімді құжаттарды іздейді. Камерасына қараса, төбелеске ұласқан қақтығыс көреді. Егеу құйрыққа ұқсайтын түсініксіз тіршілік иесі көргенін айтады. Рик Болгариядағы бөгет астындағы бункердің шамамен координаталарын анықтайды.
Таренс Аязды Рикке әуежайға кеткенін айтып өлуге қалдырады. Бірақ Рик бейнебақылаудан Аяздың денесін көрді. Инес Сильвиді қашып кетті деп айтады және Якуб оны іздеп кетеді. Ол жігітінің күлінің жанында өлуді шешеді. Матео есін жиды, бірақ оны әлі қозғалту мүмкін емес. Рик әуежайға келеді. Итальяндық Аяздың жоқтығына таң қалғандай кейіп танытады. Бункер Болгарияда деп хабарлайды. Бірақ Матеосыз оған жету мүмкін емес. Олар оны ұшаққа отырғызу үшін зембілге отырғызды. Якуб Сильвиді тапты. Ол оның берілуіне жол бермеді, ал ол оның өлуіне жол бермейді. Онда бір-бірлері туыстарсыз және жақын адамдарсыз қалғандарын түсінеді. Дегенмен олардың жолы болды. Ол үшін бірақ Таренс мен Сильви әрқашан көмектесуге дайын. Зара Аяз туралы сұрақ қояды, бірақ итальяндықтар Рикті айтпайды. Ұшақ Болгарияға ұшуға дайындалып жатқанда ауыр жарақат алған Аяз пайда болады. Таренс қолдары кісендеп оянады. Жолаушылар оны қуып жіберген. Рик тапқан бункердің координаталарын қарады. Бұл жасырынудың жақсы тәсілі. Таң атқанша қонғаннан кейін бункерге жетуге жарты сағат қана уақыт болатынын түсіндіреді. Зара Аязды әңгімеге шақырып мойындады. Ол Доминик еміне ақша алу үшін бүйрегін сатып жіберген. Енді ол баланы қолына көтере алмайды. Артта қалса да баласын алып кетуге уәде алады. Ер адам сөзін берді. Сильви ВВС-ке ол өз бетімен кеткенін айтады. Бұл оның жігіті ауырып, содан кейін қайтыс болған деп болды. Рик Аяздан кешірім сұрайды, себебі ол экрандан көрді, бірақ ол өлді деп ойлады. Ол оны кешіреді. Қателіктерді мойындау үшін батылдық қажет. Ол оны жасады. Матео егер ол олардың жүруін бәсеңдетсе, Сильвиядан оны тастап кетуін сұрайды. Таң атқанша 40 минутта Аяз Таренцияны бірге алып кетуді жақтайды. Адамдар джиптерді бункерге асығып бара жатыр. Таренциямен жекпе-жек кезінде Аяздың ауыр бас ми жарақатты ұстамасы ұстайды. Ол джипті соғып, топ жаяу жүреді. Бірінші топ шекара аумағына келеді. Қақпа автоматты түрде жабылады. Аяз баланы қолына ұстап келеді. Олар адасты. Матео қақпаны ашық ұстау үшін түймені үнемі басу қажет екенін анықтайды. Кешірім табу үшін мұны істеуге Таренция өзін ұсынады. Сильвия оның сөзін орындайтынына көз жеткізу үшін оның қолын кісендейді. Жақын жерге лақтырған екінші топ оны босатады. Бірақ Аяздың тобы басқа қақпаға бұрылып кетті. Хорст олар электр тоғын қалай бейтараптандыруға болатынын түсіндіреді. Бір уақытта екі контактіге тиіп тұрған шиналар арқылы жерге қосу. Бірінші топ бункерге кіретін есікті тауып оны ашады. Таренция қол кісендерін шешпек болады. Екінші топ Сильвияны тауып бункерге кіреді. Таренция қол кісеннен құтыла алмай, күннің шығуын бақылайды. Бункерде адамдарды әскери командирлер күтіп алып, Сильвия күнмен шешетіндерін хабарлайды. Бірақ олардың көмегімен ғана. Осымен 6 сериядан тұратын бірінші маусым аяқталды.